Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы квадрат теңдеу және оның түрлері. Жалпы квадрат теңдеу дегеніміз не? Екінші дәрежелі айнымалысы бар теңдеуді біз квадрат теңдеуі деп атаймыз. Оның жалпы түрі ax квадрат қосылған bx қосылған c тең 0. Бұл жердегі бізде a және b коэффициенттер, ал c бос мүше. Енді квадрат теңдеудің түрлеріне келетін болсақ, квадрат теңдеу бізде екіге бөлінеді: келтірілген және келтірілмеген. Келтірілген квадрат теңдеу дегеніміз x квадрат қосылған px қосылған q тең 0. Яғни бұл жерде x квадраттың, яғни екінші дәрежелі айнымалының коэффициенті 1-ге тең болған кезде, яғни a бізде 1-ге тең болған кезде. Ал келтірілмеген квадрат теңдеу бұл жерде ax квадрат плюс bx плюс c тең 0. Бұл жерде a бізде 1-ге тең емес және a 0-ге тең емес жағдайлар бізге келтірілмеген квадрат теңдеу болады. Квадрат теңдеудің тағы бір түрі ол бізде толымсыз квадрат теңдеу, яғни ax квадрат қосылған bx тең 0. Бұл жерде не байқаймыз? Жалпы түріне келтіретін болсақ, бұл жерде бізде c жоқ, демек c бізде бос мүшесі 0-ге тең деген сөз. Тағы бір түрі ax квадрат қосылған c тең 0. Яғни бұл жерде біз не байқаймыз? b екінші коэффициенті бізге 0-ге тең деген сөз. Тағы бір түрі ол ax квадрат тең 0. Бұл жерде b да 0-ге тең және c бос мүшесі және екінші коэффициенті 0-ге тең.